Армысыздар, құрметті отандастар. 21 сәуір 2023 жыл сағат Астана уақытымен 14:45. Мен қазір үндеу жасағым келеді еліміздің студенттерге. Құрметті студенттер, кеше ақпарат тарап жатыр, бүкіл жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарда, желіде, Томск үкіметтің университетінің студенті, 4-ші курсының студенті Марғұлан Бекеновті күшпен зорлап, жаңағы Вагнер деген жаңағы жекеменшік әскери компания дейді, соған кіргізгенде соғысқа кеткен. Бұл ақпаратты кеше, ең басты кеше таратты. Мысалы, Рател деген арна сағат 12-де ақпарат таратты. Анасы Ресейге барып жатыр, іздеді, ол жақтан әділдік таба алмай Қазақстан генеральный прокурор, сыртқы министр, администрация президенттігі бүкіл жерге шағымданып жатыр, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Ресейде ол жаңағы Молькино деген бір не бар, ауыл, сол жерде база ГРУ, Главное разведывательное управление Министерства обороны Российской Федерации дейді. Және Вагнердің базасы. Ол бір база, ол ешқандай жекеменшік емес, ол жаңағы Путиннің жасырып, осындай арнайы операция өткізетін ең қанішерлер, сол жекеменшік деп аты бар, бірақ қорғаныс министрлігінің бір бөлімі. Соған анасы барған, баласымен кездестірген 5 минут, бірақ айтқан жаңағы басшылары Вагнердің, ол бізбен шартқа тұрды, біз оны жер алмаймыз деп. Сөйтіп қайтып жіберді анасын. Баласы айтты, мен қол қойған жоқпын дейді контрактқа дейді. Мінекей, кеше мен бейне қойдым, дабыл қақтым. Бүгін тағы да сіздерге үндеу жасаймын. Студенттерге, мына баланы сіздердің қолдарында сақтап қалу, қорғап қалу. Себебі еліміздің басшылары Путиннен қорқады, ешқандай қарсы әрекет жасамайды. Ал енді бұл өз еркімен бармағаны, ол айдан анық. Қалай дені сау адам 4-ші курста оқып тұрып соғысқа барады. Қайсы біздің елге, халыққа ешқандай қатысы жоқ. Мысалы, сол Марғұлан Ресейдің азаматы емес, Ресейдің азаматтығын алам деген армандаған адам емес. Кеше бұны ақпараттарған ақпаратты жоққа шығару үшін ФСБ сол күні кешке мынау кімді мәжбүрлетті де бейне жазғызды Марғұланға. Тыңдап алыңыздар. Я, Бекенов Маргулан Аскарович, родился 30 января 2000 года. Сегодня 20 апреля 2023 года. В СМИ, а также в сетях интернет появился такой вброс, что меня похитили, студента Томского государственного университета. Скорее всего, такой вброс произошел из-за мамы, потому что занервничала, забеспокоилась и хотела меня отсюда вытащить любым способом. В компанию ЧВК «Вагнер» прибыл я добровольно пацанам воевать, помочь, внести свой вклад в специальную военную операцию. Чувствую себя здесь замечательно, коллектив здесь отличный. Я нашел себя, мне здесь нравится. И физически, эмоционально я в порядке абсолютно. Меня, еще раз повторюсь, никто не похищал. Тағы да қайталаймын, бұл бейнені мәжбүрлетіп жазылған, бұлардың жаңағы ФСБ, ГРУ-да неше түрлі тәсілдері бар, адамды мәжбүрлетіп, не керек қылса да соны айтқызатын. Мұнау коллектив жақсы деп тұр ғой. Қандай коллектив болсын дегенін қазір келесі бейнен, бір кішкентай бейнеден түсінесіздер. Вагнер ол ең қайуандар, қанішерлер десе болады, сол жерге жинайтын. Меня сначала Молькино привезли. Молькино. Знаете, куда это? Молькино. Молькино, Краснодарский край. Войсковая часть 51-532. База ЧВК «Вагнер» и ГРУ. Учили, как убивать. Вот наш девиз. Вот. Наемники. Убийцы. Да, у меня за вас 3 месяца до конца срока. Почему... 15 декабря должен был освобождаться. А почему согласились... 15 декабря я пошел. Да. А почему согласились поехать? Ну, я хотел поменять... во-первых, хотел поменять картинку. В каком смысле картинку? Ну, у меня всю жизнь, я в 30 лет посидел. Понимаешь? А там брали людей, тех, кто мог убивать. А я могу убивать.
Вот как получилось так, у вас, если там 30 лет за плечами тюрем, как получилось так, что вас поставили командиром разведгруппы? Потому что там были все зэки, а я был самый старый, нахуй. Который знаю все, как вам сказать, нахуй, все правила жизни, нахуй. Как себя вести, нахуй, и все устои, нахуй, этой жизни, нахуй. Меня зовут Азамат. Азамат Ударов меня зовут. Видишь, я держу сигарету вот в этой руке. Я этой рукой выполнил приказ, убил детей. А мы приехали. Вагнеровцев приехало 150. И нам была дана команда уничтожить на пути на своем, зачистить и встать в оборону, ну, то бишь в окружение. Любыми путями. И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, дети, пенсионеры, пенсионерки и дети. Ты понимаешь, вот что на этих руках сейчас? Понимаешь? До конца И меня, в смысле, забыл. Она визжит, она маленький ребенок, понимаешь, ей 5-6 там год, я не знаю, 5 лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный. Ты понимаешь? Я никого не должен был выпустить. Никого. Міне Вагнер деген осындай хайуандар. Осы хайуандардың арасына сіздердің жаңа қатарластарын, құрдастарынды Марғұланды зорлықпен тығып жатыр. Мен сіздерге үндеу жасаймын Қазақстан студенттеріне. Марғұланға араша түсіңіздер. Бүгіннен бастап, яғни 21 сәуірден бастап митингтерге шығыңдар. Астана, Алматы, бүкіл жерде жаңағы институтта мына біздің билікті мәжбүрлету керек Марғұлан Бекеновті қайтару үшін. Ол үшін қажет болса сыртқы істер министрі біздің Тоқаев, үкімет басшылары Ресейге барсында Марғұланды қайтарсын. Жаңағы қойған бейнеге сенуге болмайды. Бұның қасына барсында қазір біздің сыртқы министр барсын, үкіметтің премьер-министрі барсында қасында тұрып сұрасын, сондай бейне тұрсын. Егер солардың қасында айтса, онда жарайды деуге болады. Ал былай бұл бәрі өтірік қойылым ФСБ-нің арнайы операциясы. Сондықтан студенттер немқұрайлы болмаңдар, сіздердің қарындастарыңызды араша түсіңіздер. Және де Ресейде оқитын Қазақстанның 62 мың студент бар дейді, бәріне хабар жеткізіп, елге қайтсын. Есі барда еліне қайтсын. Осы айтарым. Саясат менің шаруам жоқ деп болмайды, ағайын. Көрдіңіздер ғой, мінекей. Қазақстанның азаматы ана жаққа барды, неге оқуға, түбі қазір соғыс қалып барып өлтіреді оны. Сондықтан саясатқа кірісіңдер студенттер. Бірінші қадам осы, құрдастарыңды сақтап қалыңдар, араша түсіңдер. Шығыңдар, бір күн, 2 күн сабақтарында қиындар, ол тұрады. Себебі сіздер бүгін Марғұланды қорғап қалсаңдар, ертең болашақта бірнеше 10-100 студент жастарымызды біз қорғап қаламыз. Осыған мен шақырамын. Мына бейнені таратыңдар.